Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, студенттер. Бүгінгі пәніміздің тақырыбы, яғни мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері мен теориясы мен әдістемесі пәні. Бұл пәннің мақсаты болашақ балабақша тәрбиешісінің бейнелеу өнерін оқыту әдістемесінің тарихына тоқталу, жүйелі білім беру және сабақты жүргізуде жүйелі кәсіби даярлау. Пәннің міндеттері эстетикалық дүниетанымын қалыптастыру, ойлау дүниесін оқу процесімен байланыстыру, бейнелеу өнерінің дағдыларын қалыптастыру және балабақшадағы педагогикалық процесті жүйелі түрде іске асыру болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері теориясы әдістемесі пәні негізгі білу керек. Бұл пән тәрбиешілерге курстың пәнінің негізгі міндеті мамандық бойынша оқу бағдарламасын бейнелеу өнері, пәннің негізгі мазмұнын, педагогикалық және білім жетістіктерінің спектрін нақты айқындап білу. Меңгеру керек суреттің бетке орналасуын, графикалық кескіндемесін және сәулетті бейнелеуін толықтыру және орындау болып табылады. Бұл жерде тағы да тоқталып кететін мәселе әдістемелік оқыту тәрбиесінде әдебиеттермен жұмыс істеу. Яғни графикалық, техникалық тапсырмаларды дұрыс жоспарлау және іске асыру болып табылады. Адам баласының қоршаған ортаға бейімделуі және ынтасын іске асыру ол бұрынғы кезде біздің алғашқы адамдар қауымы кезінде пайда болған. Яғни алғашқы адамдар жерде жатқан сүйектерден бағанағы магиялық кескіндеме ойластырып, соны суретке айналдырып, көзбен сурет салу тұжырымын іске асырған болатын. Кейіне келе олар егін шаруашылығымен айналысып, яғни суреттің белгілі бір мамандығы екенін түсіне бастаған. Сол кезден бастап адам өз өмірі жайлы, яғни адамның өмірінің барлығы сурет деп бейнелеген. Осы сурет арқылы өз өмірін тастарға қашап жазып және де кейін келе қағазға көше бастаған. Осы еңбек алғашқы адамдардың осы іс-әрекеті арқылы бізде сурет салу өнері іске асқан. Алғашқы сурет салу үйрену негізгі ол осыдан алғашқы сурет салып үйрену ол көрген адам осыдан 5000 және 3000 жылдықтар бұрын, яғни ол неолит дәуірінде пайда болды деп есептеген. Неолит дәуірінде, яғни қол өнері өте жақсы дамыған, ол кезде қыштан қашап салу және де неше бір құмыралар жасау және де сол арқылы олар өздерінің құмыра жасаудың өзі сурет арқылы іске асып отқандықтан сурет салу ісі сол неолит дәуірінен дамып бастады деп болжаған болатын ғалымдар. Нағыз өнерге оқыту мектептерде де ұйымдастырылды. Яғни ол кезде ежелгі грек суретшілері мектептерге бөлген болатын. Яғни ол мектептерді атап өтетін болсақ, сикондық мектеп, эфистік және фивандық мектептер ашылып, осы мектептерде бөліп бағанағы сурет түрлері бөлініп үйретілетін болған. Яғни сикондық мектептерінде жаратылыстану ғылымдарына сәйкес суреттер салынатын болған. Сикондық мектептің негізін қалаушы ол яғни Памли және де басқа да ғалымдар оған Ментали деген Павизи және ұлы Апель сияқты ғалымдар үлес қосқан болатын. Бірақ римдік грек суретшілері педагогикалық мектептің негізі басқа ел қалаған болады деп, оларда кішкене бұл мәселеге бағанағы тартылыс несін ұйымдастырған болатын. Басқа да елдерде шыққан болған. Яғни суреттің нағыз қай дәуірде, қай ғасырда пайда болғанына әлі күнге дейін таласу жүріп жатыр. Бірақ нақты ғасырды сол бағанағы 5000-3000 жылдық бұрын неолит дәуірінде пайда болды деп берілген. Қазақ халқының дәстүрлі, енді қазақ халқына көшетін болсақ, бұл жерде
көптеген бағана сюжет кескіндемелердің көбісін сол Рим халқынан келді деп есептелінеді. Яғни олардың барлығы шіркеулерде бағанағы Мария мен Христостың салынған суреттерінен байқауға болады дейді. Яғни олардың өмірлерімен тоқталып, сюжет сол Рим елінен пайда болып бізге жетті деп есептейді. Бұл жерде көптеген шіркеулердің суреттеріндегі бейнелер, яғни ол кездегі адамдардың қандай дінге табынғандығын, қандай салт дәстүрді ұстанғанын байқауға болады. Бұл шіркеулердің суретіне үңіле отырып, көптеген тарихи кезеңдерге шолу жасауға болады. Оны алдағы уақытта өздеріңіз тағы да тоқталып кетесіздер. Қазақ халқының дәстүрлері және қазақтарда көбінде сүйрет салу, көбінде ырым наным, салт дәстүрге байланысты болып келген. Яғни көптеген үлкен адамдардың ақыл кеңестеріне қарай отырып сүйреттер салынатын болған. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан әдет ғұрпы, салт дәстүрлер тәлімдік мұра ретінде жас ұрпаққа үйретіліп, қажетті білім әлі күнге дейін ағартушы педагогтар жеткізген болатын. Әлі күнге дейін бізде ғалымдар, ақындар бұл немен жұмыс жасауда. Яғни бізге қазақтың ағартушы ғалымдары бізге сүйретке үлес қосқан ағартушы ғалымдар, олар Байтұрсынов, Жұмабаев, Аймауытов, Дулатов, Досмахамедовтар ерекше атап өтуге болады. Қазақ халқының салт дәстүрін зерттеуге философтар Сәрсенбаев және этнопедагог ғалымдар Жарықбаев, Қалиев, Бөриев деген сияқты ғалымдардың еңбектерін қарап көруге болады. Қазақ халқының дәстүрлеріне берілген талдау нәтижесі қалыптасуына елдің әлеуметтік, экономикалық жағдайын көбінде көрсеткен болатын. Қазақ халқының салт дәстүрі халықтың дүниетанымы, адамның ой арманы, мүддесі беріледі. Яғни ұрпақтан ұрпаққа қандай салт дәстүрлер берілді, ұрпақтан ұрпаққа қандай киім үлгілері болды. Яғни көбінде бізде салт дәстүрде бағанағы ою-өрнектердің нышанын көп кездестіруге болады. Бұл ою-өрнектердің әрқайсысының өзінде бір символикалық ерекшеліктер бар. Яғни қошқар мүйізді ою кескіндемесі бар. Яғни басқа да көптеген қазақ өзі көшпелі халық болғаннан кейін көрпелерді пайдаланған. Олардың өзінде суреттерінде байқасаңыздар ою-өрнектер көп бейнеленген. Және де қазақ халқы өзі мал шаруашылығымен айналысқандықтан, мал шаруашылығымен айналысқан халық болғаннан кейін ол жерде көптеген аңдардың суретін байқауға болады. Сол аңдармен қандай шаруашылықтар жүргізілді, сол сияқты суреттер көбінде тарихи суреттерде қалған болатын. Балабақшадағы енді өзіміздің тәрбиешілердің балабақшада жүргізетін жұмыстарына тоқталып кететін болсақ, яғни балабақшада бейнелеу өнері сабақтары дәрісін алдын ала жоспарлау керек. Яғни әр баланың жұмыс істеу қабілетіне, психологиясына тікелей тоқталу керек. Тәрбиешілер бұны алдын ала ескеру керек деп білу керек. Қандай зат болмасын, оның формасын, оның графикалық үлгісін, оның орналасу ретін тәрбиеші көрсету керек және балаларға ұғындыру керек. Қандай зат болмасын, ол күрделі зат болып табылады, себебі бала кез келген затты ол тігінен қабылдайды. Мысалы, үстелдің үстін қарағанда тігінен көрінеді. Мысалы, оған алманы қойып, оның суретін жанынан салуға болатындығын, немесе кез келген жеміс-жидектің суретін қойып, оның өзіне қай жағынан ыңғайлы, жанынан ба, алдынан ба, тігінен ба, оны балаға, әр баламен жеке жұмыс жасай отырып, қалай салған ұнайды, сол бойынша тәрбиеші жұмыс істеу керек. Сабақ және де суретті қалай салу керек, оны пропорциялық, перспективалық, штрихтау әдістері арқылы және де кез келген формаға келтіру арқылы тональдарды пайдалана отырып сурет салуға болатындығын балаға ұғындыру керек. Сен мына суретті саласың, міне осы суретті салыңдар, міне қала, міне парақ деген жұмыс болмайды.
сабақта қолданар алдында баяндау, сұрақ жауап, демонстрациялау және де сол суретпен тігінен, жанынан және де ашық түрде оның түстерімен, оның пайдаланатын құрал жабдықтарымен тікелей жұмыс жүргізілу керек. Яғни баланың қабілетіне қарай жұмыс жүргізіледі. Заттың кеңістік фигурасын бейнелеу және штрихтау маңызы өте ерекше орын алады. Мысалы, столдың текст бетін, жазық бетін, жанындағы шелектің, құмыраның және тәрелкенің басқа да беттерін, дөңес жазықтарын қай жағына түсіруге болады. Сол мәселені қолға алу керек. Яғни балалар заттардың көлемі үлкендеген сайын немесе оның атауын білмеген сайын оларға күрделірек болып табылады. Сол үшін сурет салудың алдында бірден құрал жабдыққа, бағана суреттің түс тұрпатын айқындап ары қарай сурет салуға кірісіп кетпей, балалармен сол салайын деп жатқан суреттің пейзажы немесе бағана суреттің тарихына тоқталып, сол суреттің маңызы және жеңілдігін айта отырып суретті бастау керек. Егеменді Қазақстан қазіргі даму бағытында болғандықтан көптеген суреттің салу символикалар келіп жатыр. Яғни балалардың заман дамуына қарай суреттердің де сурет салу өнері де дамып келеді. Яғни еліміздің мемлекеттік қоғамдық шаруашылық және де бұрынғы кезде шаруашылық, бағанағы тұрмыс тіршілік жайында суреттер салынған болса, қазір біз көптеген шетелдік ғимараттардың суретін, мысалы, бізге сурет пейзаждармен келіп жатыр. Ол суреттерді де балаларға таныстыру керек және ол бойынша жұмыс жасалады. Яғни бұның барлығы да кез келген суретті әкеліп балаға салдырмайсың, барлығы да бағдарлама бойынша жүзеге асады. Және баламен солай жұмыс жасалады. Бейнелеу өнерінің туындылары ол жасалу тарихы өте мол болғандықтан әлеуметтік жағдайына да өте көңіл бөлу керек. Яғни, алайда кез келген тақырыпты егжей-тегжейлі түсіндіру үшін әңгімелеу керек. Яғни әңгімелеудің өзі тарихи мәселелерге тоқталып кетсең, баланың өміріне тым бөлек дүние болып көрінуі мүмкін. Сол себепті бала тілімен сөйлеп, бала тілімен үйрете білу ол тәрбиешінің шеберлігі деп білуге болады. Яғни әр тәрбиешінің өзінің шеберлігі өз қолында және баламен жұмыс жасау әдісі дұрыс және нәтижелі болуы керек. Шевченконың айтқаны бойынша қазақтар киіз үйде, Худовтың қайыршы балалар, Тележановтың тоқмашылар атты шығармаларына тоқталып кететін болсақ, бұл жерде біздің балаларға тарихи шолулар жасау керек. Яғни суретті салудың ең негізгі мәселесі ол суреттің тарихы болып табылады. Осы ғалымдардың айтқан суреттеріне тоқтала отырып, тоқмашылар, яғни тоқымашы қай заманда дамыды, тоқымалық кезең қай кезде болды және оны қалай жүзеге асырды, соның тарихына тоқтала отырып, оның жасалу жолын сурет арқылы жеткізіп және де оның балалардың моторикасын дамыту үшін оны пластилиндермен, жаңағы мүсіндеу құрал жабдықтармен жүзеге асыруға болады. Көбінде бізде қазақтарда көптеген еңбектер, негізі біздің еңбектеріміз орыстардың ғалымдарының, бағанағы зерттеушілердің еңбектерінде кездестіруге болады. Яғни Степановтың, Сыдықовтың, Исмаиловтың, яғни осылардың еңбектерінде көптеген біздің суретшілеріміздің еңбектері қалған болатын. Бізде қазақ халқында көптеген суретшілер саны ондай көп болмағанымен, бірақ суретшілердің тарихын көбінде ресейлік ғалымдардың еңбектерінде кездестіреміз. Яғни оларға үңіле отырып, олардың қандай еңбектеріне жұмыс жасағаны, біздің қазақ халқының өзінің салт дәстүрі қандай болғанын, қандай кезде қандай егіншілікпен ба, әйтпесе олардың тұрмыс тіршілігімен танысуға болады.
Яғни балаларға біз бейнелеу өнерінің сабағында ең негізгі мәселе оларды қазақилыққа үйрету және қазақтың салт дәстүрін дұрыс білуге және де балалардың шығармашылығын қалыптастыруға келіп тіреледі. Яғни шығармашылықты біз қалай дамытамыз? Шығармашылық ол әр баланың өзінің жеке жетістігі болып табылады. Ол жетістікті біз қалай дамытамыз? Ол тәрбиешінің жеке ол шеберлігі. Яғни әр баланың шеберлігіне қарай өзіне сай тапсырмалар беру арқылы оны жетілдіру және де көптеген жарыстарға апару және де баланың мотивациясын ояту болып табылады. Ол қалай моторикасын қалай дамытамыз? Моторикасын дамыту үшін ең басты бағана біздің құрал жабдықтар түгел болу керек. Құрал жабдықтардан кез келген мысалы ежелгі салт дәстүрге тоқталып кетсек, мысалы мал шаруашылығының кезінде біз қандай аңдарды пайдаландық деп тарихына тоқтала отырып, сол аңдардың өзімізге ұнаған аңдарды бағана пластилиндердің суретін жасатып, оны ортаға шығарып, оны талқылату, өзінше сөйлету, оны жасаған дүниесін өзіне түсіндіру арқылы оның тілін дамытуға, шығармашылығын дамытуға болады. Және де балалардың бағанағы жарыстарды ұйымдастыру арқылы балалардың жеке өзінің ерекшелігін танытатын балаларды марапаттау арқылы балалардың сурет салуға деген ынтасын оятуға болады. Осымен бейнелеу өнері студент бағанағы болашақ тәрбиешілерді яғни алдын ала өздері сурет сала білу керек және де өздері көрсеткен үлгілерін дұрыстап көрсете білу керек және де баламен тығыз байланыста болу керек. Мысалы, алғашқы күндерден бастап балаға міне қалам, міне парақ, сен сурет сал деп бастау ол өте дұрыс емес. Себебі балаға сен ең алдымен сурет салу құрал жабдықтарын таныстыру керексің. Ол таныстырғаннан кейін онымен қалай жұмыс істеу керек, бағанағыдай теориялық негізге тоқтала кету керексіздер. Және де ары қарай бағана баланың жұмысымен тікелей жұмыс жасау керек. Сонымен тағы да айта кететін мәселе, біздің бүгінгі лекциямызда көптеген заттарды біз бағанағыдай бала бірден қабылдай алмағандықтан кеңістіктегі және де ауамен байланыстырып, бағанағы өмірдегі кездесетін заттармен байланыстырып, және дегі табиғатпен тікелей байланыстыра отырып, балаларды суретке үйретеміз, яғни қалай салу керек. Яғни кесті, жарықты, ауа қалай келетінін, жарық қалай шығатынын, қалай бататынын жайлы түсінік бере отырып, балалармен тікелей бағана кеңістікпен жұмыс жасай аламыз. Кеңістік дегеніміздің өзі, яғни табиғи белгілі бір орындарды, табиғи белгілі бір салт дәстүрді, белгілі бір дәуірдегі белгіні бағана оны қағаз түрінде жариялау және оны ары қарай жетілдіру болып табылады. Яғни кеңістікті қабылдау көру мүшелері арқылы жүзеге асады. Яғни сипаттап, оны сезу арқылы, қозғалыс ортаны қалай елестету керек, және де оны қалай күнделікті өмірде оны сезіне алады. Соны балаларға сезіндіре білу керек. Яғни бейнелеу өнері тек сурет салу сабағын дамайды, ол баланы тікелей қоршаған ортамен, өзінің өмір сүріп жатқан қоғаммен тікелей жақындастырады. Сол себепті баланы күнделікті ұстаған затымен, ата-анасымен де сөйлескен кезде оны балаларымен өткен сабағын байланыста болу үшін күнделікті заттарды таныстырып отыру жайлы және де ол заттардың пайдасы жайлы түсіндіруді айтып кету керек. Кеңістікті қабылдауда ең басты мәселе балабақша баласының заттың өзі тұрған және жазықтығы немесе оның байқауға шамасы толы жете бермегендіктен оны ұнаған бөлігін қабылдау керектігін айту керек. Яғни алманың мысалы тұтастай оның түсін алмауы мүмкін. Сен оның түсін өзіңе керекті түске байланыстырып, оны ауыстырып, сол түсте көруің керек. Мысалы, оның көлемі ұнамай ма, оның көлемін ауыстырып қараңдар балалар. Мысалы, сендер қандай алмалар көргенсіңдер, қандай алмалар ұнайды деген сияқты сөздермен, жол сөздермен баланы сурет салуға, баулуға болатындығын айтып кету керек. Және де баланың кеңістікті қабылдау процесінде бұрыннан бері өзі көрініспен және жаңа көріністі салыстыра алу маңызы өте зор. Яғни кеңістіктің өлшемдерінің өзі үлкен, кіші, алыс, жақын, орта, немесе жоғары, төмен,
және терең деген сияқты ұғымдармен таныстыра отырып жүзеге асырылады. Баланың кеңістікті қабылдауы, байқауы, қабілетін дамыту мынандай жағдайлармен тығыз байланысты. Яғни кеңістік ұғымын түсіндіргеннен кейін таблица, сурет, модель сияқты көрнекі құралдар пайдалана отырып бағанағы білімді жүйелі жеткізуге болады. Яғни оның формасымен таныстырасыздар, оның формасы, түсі және де оның қалыңдығы, яғни бұл жерде қарапайым түсініктермен қалыптастыра отырып бағанағы бейнелеу өнеріне балаларды баулисыздар. Өнертану түсіністігінде де осы бағанағы көптеген дәуірлерге тоқталдық. Көптеген суреттердің шығарылу, жасалу және салу, баламен қалай жұмыс істеу керек, сол мәселелерге тоқталдық және осы мәселелерді жүйелі түрде үйде ары қарай тағы да жалғастырып өздеріңіз түсініктеріңізбен жетілдіресіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.